Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Canva'да дәл осындай превью жасауды үйренеміз. Ол үшін Canva'ға кіреміз. Егер сізде Canva болмаса, Play Market немесе App Store'дан алып, өзіңіздің аккаунтыңызбен тіркеліп ала аласыздар. Мінекей бізде Canva ашылады. Бастан аяқ превьюді қалай жасайтынын көрсетемін. Canva'ның Pro версиясы болады, менде бұл тегін версиясы. Соцсети деген міне жүрекше тұрған жерді қарасаңыздар, осы жерде Instagram, Facebook, тағы да басқа желілердің нелерінің форматтарын көрсетеді. Енді мен іздеу батырмасын басып жоғарыда осы жерге YouTube оформление деп жазамын. Ағылшын тілінде YouTube деп оформление демін. Дәл осылай жазып, сізде жасай бересіздер. Міне маған осындай сан алуан шаблондарды шығарып берді. Сіз осылардың ұнаған жұлдызша басып сақтап қойсаңыздар болады. YouTube оформление деп жазамын. Кез келген тегін версиясын шаблондарды алып жасай аласыздар. Неке бізге қазір шаблондарды ұсынады. Осы жерден жоғарыда қарап тұрсаңыз, категория бойынша таңдай аласыздар. Стиль, мына жағында оңға қарай тема. Егер сіз осы жердегілер болады десеңіздер, төменге түсіп қарай берсеңіздер болады. Ақылы версиясы Pro деп тұрады, немесе платно деп тұрады, қарасаңыздар. Мынау категория міне сізде бизнес, социальный сеть таңдау жасап, оң жағында бұрышында готово применить деп готово десеңіздер болады. Немесе ештеңені таңдамай осы жерден кез келген ұнаған біреуін таңдай аласыздар. Не стиль, тема, функция дейді, класс, түсіне қарай, свет дейді. Применить деп готованы басып таңдай аласыздар. Енді мен осы жақтан біреуін алайын. Мына платный дегендер, олар ақылы. Енді мен тегінін аламын. Неке кез келген тегіннің өзінен де әдемі превью жасауға болады. Алдын ала қоятын суреттеріңіз дайындап қойсаңыздар болады, өзіңіздің тақырыбыңызға сай. Міне жазудың үстінен бассаңыздар, міне жылжиды, ары бері жылжыта аласыздар, қалаған жеріңізге қоя аласыздар. Өзіңіздің видеоңыздың тақырыбын жазып қоя аласыздар. Пайдалы ақпарат, мысалы сіз қандай видео болса, соның тақырыбын тартымды етіп, видеоңыз не жайлы, соған күшті тақырып етіп қойсаңыздар болады жазып. Мен мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Қазір не десек болады? Сүзбелі ірімшік па? Сүзбелі бәліш деп жазайын мен. Сүзбелі. Осыны кішірейтіп, бұлай қарай тартсаңыздар, міне жазу орнына келеді. Сүзбелі. Астындағы жазуының үстін басып, кетіріп тастап, бәліш деп жазамын. Бұл түсті сары түс болып тұр ғой, қазір оны да ауыстыруға болады негізі астында. Мен дәл осылай қалдырамын. Енді мынаны жылжытып, бұрышына қойып, сәл үлкейтемін. Неке? Дәл осы беттегі мына домалақтар, барлық кругтар, барлығы жылжиды. Ары бері жылжытып, қалған жеріңізге қойсаңыздар болады. Осылай қойып қояйын. Неке мына сетка, мысалға нүкте, ол да жылжиды, кез келген жерге қоя аласыздар. Дәл осы суретке, қазір егер сізде керек суретіңіз болмаса,
мына жақтан іздесеңіздер болады. Егер бар болса, осы жерден қоюға болады. Мен осы жақтан қазір неден іздеймін, Canvaның өзінен. Бірақ бұл жерде барлығы ақылы екен. Менде енді алдын ала бәліштің суретін дайындап қойған жоқпын, сондықтан осы жерден іздеп көремін. Пирог с творогом деп іздеймін. Бірақ менде ақылы түрінің барлығы про версия, қарасаңыздар. Неге барлығы про. Сондықтан кез келген біреуін аламын. Егер сізде про версиясы болса, қолдана аласыздар. Жоқ, олай болмаса, кез келген неден өзіңіз қойсаңыздар болады. Өзіңіздің бәлішіңіздің суретін қойсаңыздар болады, е. Сізде не қою керек, соның суретін, өзіңіздің суретіңізді қойсаңыздар болады. Видеоңыздың тақырыбына сай. Енді мінеке мен тағы да тегін версиясы бар ма қарап жатырмын. Барлығы про сияқты бұл жақта. Әдемілеу бір бәлішті тауып алайын қазір. Біреуін қойып қояқ. Дәл осылай сізде өзіңіздің, мысалы, фудблогер болсаңыз, әртүрлі тартымды етіп қоя аласыздар. Мына жерде сан алуан түрі бар екен, е. Мынаны ала салайын. Неге осыны алдым. Қарасаңыздар, пирогтың үстінде Canva деген жазу тұр. Ол демек ақылы про версия, е. Суретті осылай кез келген неге әкеліп қоя аласыздар, орналастырып, настройка бойынша суреттің үстін басып жерсеңіз, қозғалтып қалған жерге әкеле аласыздар. Енді мына артындағы дөңгелекті міне оның да түсін цвет дегенге апарып ауыстыра аласыздар. Мен осылай қалдырайын. Енді мына бәліш дегеннің астына плюс батырмасын басып, қазір жазамын. Неге плюсты басамыз. Текст дегенге барамыз мына жақта. Міне текстті басып, осы жерден мен добавить заголовок дедім. Енді кетіріп тастаймын да. Осы жерге бәліш дегеннің астына кішкене жазумен ең оңай рецепт деймін. Дәл осылай. Кішкене шрифтті таңдауға болады. Бұл жерде кішкене анау жуандату үшін мінеки. Бұл жерде де ақылы версиясы бар, тегін шрифттар бар. Мінеки мен мынаны таңдап көрейін. Ең оңай рецепт дедім. Кез келген жерге қоя аласыздар, және бұның түсінде ауыстыра аласыздар. Қара онша көрмей тұрған сияқты бізде. Мына коронаның суреті барлар, олар уже про версия. Мен осылай аламында қазір мына А деген цвет дегенге барып, түсін ауыстырамын. Ақ қыла саламын. Неге ақ көрінеді біздің фонда. Енді анда апарам бәліштің астына, соның астына туралап кішкене қисайтып, бәліш қалай қисық тұр, дәл солай қисайтып апарып қоямын. Оқылатындай қылып, кішкене газ үлкейтейік. Неге осылай жылжытып, апарып, белгілеп қоя бересіздер. Негізі әртүрлі шаблондарды қолданып көре беріңіздер. Сіздерге қандай түс ұнайды, сол түстерді өзіңіз таңдай аласыздар. Жоғарыда стрелканы басып,
сақтап аласыздар. Міне скачать дегенді басып, мына PNG дегенде форматын таңдай аласыздар, сосын жүктеп аласыз.